Күрделі жөндеу жұмыстары 2016 жылдың жаз айында Нұрлы жол бағдарламасы бойынша магистральдық және ішкі кварталдық жылу жүйелерінде өтеді деп жоспарланған болатын. Қазіргі таңда аталған жұмыстар Рахимов көшесінде Әл-Фараби көшесінен Достоевский көшесіне дейін, Достоевский көшесінде Рахимов көшесінен Жұбанышев көшесіне дейін, Жұбанышев көшесінде Достоевский көшесінен бастау алып Жамбыл даңғылына дейін, Жамбыл даңғылында Рахимов көшесінен Төле би көшесіне дейін, Бауыржан Момышұлы көшесінде 11-ші шағын ауданынан Сейфуллин көшесіне дейін, Сейфуллин көшесінде Бауыржан Момышұлы көшесінен 6-ші Мөлтек ауданына дейін, Қажымхан көшесінде Қойгелді көшесінен Желтоқсан көшесіне дейін, Сүлейменов көшесінде Желтоқсан көшесінен Сухы Батыр көшесіне дейін жүріп жатыр. Жөндеу жұмыстары кеш басталса да, коммуналдық кәсіпорынның басшысы 60% орындалғандығын айтады. Қазіргі таңда Тараз қаласында жылу жүйелерін ауыстыру жұмыстары жүргізуде. Жұмыстарды Геруда, Сапар консалтинг, СКВ сияқты мекемелер жүргізіп жатыр. Жұмыстар қарқынды жүргізілуде, материалдары толық уақытында келіп жатыр. Жұмыстардың бәрін 1-ші қазанға бітіруге тырысамыз. Мемлекеттік коммуналдық кәсіпорыннан тиісті жауапты алған соң, жұмыс барысымен танысып қайтуды жөн көрдік. Алғашқы аялдама Рахимов көшесіндегі ішкі кварталдық жылу жүйелерінің ауыстыру жұмысы. Әл-Фараби көшесінен Достоевский көшесіне дейінгі аралықты қамтыған құбырларға биыл 28 жыл толыпты. Тозығы жеткен темірлерді Геруда серіктестігі су жаңа құбырлармен алмастыруда. Ол үшін Тараз Трансэнерго мекемесінен 2 миллиард 200 миллион теңге бөлінген. Құрылыс алаңынан техника бөлімінің басшысын таппаған соң, кеңсесіне барып жұмыс орнынан сұхбат алуға тура келді. Бастапқыда 900-дік құбыр тұрған болатын. Қазірде бірінші бөлігінде сол құбыр қалады. Ал Жұбанышев пен Рахимов көшелерінде 600-дік құбыр жүргізілуде. Келесі нысан Сейфуллин көшесіндегі магистральдық жөндеу жұмыстары. Бұл үшін Сапар консалтинг мердігеріне 1 миллиард 200 миллион теңге қаражат қарастырылған. Аталған сомаға істелініп жатқан жұмыстың сапасы сай ма деген сұраққа мекеме басшылығы былай жауап берді. Сол қазіргі ауыстырылып жатқан жылу құбырлары полипропиленовый утеплительдермен ұзақ мерзімге шыдайтын, негізі бір 30 жыл таза шыдап бере алатындай өнім болып жатыр. Осылайша тозығы жеткен темірлерді бүгінгі таңда заманауи жаңа технологиямен қамтылған құбырлармен ауыстыру жұмыстары жүргізуде. Бұл процесті ағымдағы жылдың 1-ші қазанында аяқтау жоспарланып отыр екен. Айта кетейік, түсірілім тобымен барған 2 нысан, яғни Геруда және Сапар консалтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестіктеріне қарасты. Жауапты аумақтан мамандарын таба алмадық. Бақылау болмаған соң, жұмыстың сапасыз орындалып, қазына қаржысы жерге ұшпай ма деген күдіктің туатындығы жасырын емес. Сондай-ақ жөндеу жұмыстары аяқталған соң, қопарылған 6,7 км жол беттерін қайта қалпына келтіруде осы мердігерлердің міндетінде екен. Халықтың қамы үшін жасалған жұмыстардың уақытылы және соңына дейін аяқталуы телеарнамыздың жіті назарында болмақ. Жансұлу Дүйсенәлі, Марат Таубаев, 7 News.